Жоқ десең жоғалады. Әрбір үйде жоқ атты кіп-кішкентай қап-қара бірдеңе болады екен. Сол кішкентай қараның бар азығы жоқ деген бір ауыз үн. Әлгі үйде жоқ деген сөз айтылған сайын, ол қуанып, орнынан секіріп түсіп, бірде бойы, бірде көлденеңі өсіп, сол үйде барға, берекетке орын қалдырмай, бәрін жоқпен толтырып тастайды екен. Ал ол жоқтың да қорқатыны бар көрінеді. Ол не дейсің ғой? Сол үйде күнделікті дастархан жайылғанда, оның үстінде қанатын жайып айтылған жақсы сөз, бата тілектерді қорып, әрбір жақсы сөзге аумин деп қанатын қағып тұратын періштеден қорқады екен. Өйткені періште қанатын желпіген сайын жақсы сөз, береке көкке қарай тоқтаусыз өтіп, жаратқан дастархан басындағы ұлағатты әңгімені, оны қайырғандағы бата тілекті қабыл етіп, жаңағы жоқтың тобы кішірейіп, өлімсіреп қалатын көрінеді. Сондықтан дастархан басына отбасы мүшелері түгел отырып, тілектер тоғысып, бата жасалып, дастархан жиылуының өз тағылымы, өз мәдениеті бар. Егер дастарханның уақытында батасы жасалмай, үсті жиылмаса, періштенің қанаты талып әлсірейді, жоқ күш алып, шаңырақтың берекесі азаяды деген дәстүрде қазақы ұғым бар. Әрбір үйде жоқ пен бар болады. Адам бар деген сайын баршылық болады, жоқ деген сайын жоқтың қабы жинала береді де күндердің бір күні жарылады. Қазіргі таңда кейбір отбасылар жаңа қазақпыз деп сырттан тамақ ішкенді дәстүрге айналдырып алды. Анам әрдайым отбасылық әңгімеде қара шаңырақта қазан қайнауы керек деп айтып отырады. Біреу бірдеңе сұрап келсе, барыңды бер, бірақ жоқ деп айтпа. Жоқ болғанның өзінде болмай тұр деп айт. Отбасымызда қазанымыз қайнаулы болсын, бар болайық, аман болайық. Егер сіздерге менің видеом ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.